Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін 23 наурыз 2023 жыл Қазақстан ұлттық құрамасы Словения ұлттық құрамасымен футбол ойнайын деп жатыр. Матчқа 1 сағаттай уақыт бар. Мінекей Астана аренаның алдында осындай жағдай болып жатыр. Кісі көп емес екен? Мен мына жерде күй тартып отырмын. Керемет атмосфера болады мына ішінде. Кісі көп емес екен қайта. Короче, жарты сағат уақыт қалды. Стадионда примерно 20-25% адамдар жиналды мына жақтарда. Ойыншылар жаттығулар жүріп жатыр. Жарты сағат уақыт бар. Бүгін примерно енді полный стадион бола ма, болмай ма білмеймін. Біраз болатын сияқты соған қарағанда. Состав белгілі уже. Нормальный сияқты. Тағыберген, Дарабаев, Самародов, Оразов. Төртеу неде ползащитада алды Айымбетов, Шацкий воротада тоже. Мен Стас Покатилов тұратын болар деп ойлаған по идее. Бірақ Шацкий тұрады екен. Габыш, Малый, Марочкин, Бустров, Вороговский. Бустров ортада қалай ойнайды білмеймін ал. Негізі ол шетте ойнайтын ойыншы ғой. Қалай состав какой-то өздерін дайындаған бірдеңелері бар сияқты походу. Көреміз енді не болады екен. Короче, Словения наоборот ойнаған деп жатыр. Ойын басталған деп жатыр. 70%-дей адам жиналды ғой деймін. Қазақстан клубтары жолы жатыр тоже. Словенияларда кетті ал шықырып басталды. Қазақстан! Бер! Бұяқта ашынды ғой пайда, беру керек еді. Құлатқанда не құлатпаңдар, Бak. Oyuncu havası da böyle. Evet, işlama kardeşim. Havayı bulmak. Sevinci metre al, давай. Екінші минут. Есеп 0-0.
салды, короче. Сто! 25 минут пока. Birinchi taymga 3 minut vaqt qoldi. 3 minut vaqt qoldi. Birinchi taym oyoqda esep 1-0. Qozog'iston Ekvator. Moment 47-minutda. Ema, gol soqib ketgan ne? 1-0 aldı degan gol soqib ketdi yo. 7 minutda Sloveniya gol so'rab ketgan ғой, men аяqda 40 dalga chiqib kelsem, 40 minut gol so'rabdi. Hozir 49-minut bo'lyapti. Endi har yoqqa gol so'rab kerak bizga. Voy yoqqa. Сразу ikkinchi taym boshlagan кезде qaysi olib ketib turdi? 61-minutda zamin jasoatdir. Так, Абат, Самородов, да, екеуі? Қалада 9-ші нөмірде Бауыржан Исламхан және Актер Зайнетдин. бүгінгі ойынға 27-дің 122 жанкүйер келіп отыр. Қолдауларыңызға алғыс білдіреміз. Алға Қазақстан! Михаил Габышевтің орнына алаңға 3-ші нөмірде Богдан Гаиров шықты. Дұрыс. Анау шаршады. 3-ші минут. Марат Быстров травма алып қалды, кетіп жатыр. Марат хорош. Абзал Бейсебеков шығайын деп жатыр. Так, Ногым. Темірлан Ерланов. Осы счет ұстап қаламыз деп тұр ғой примерно. Руслан Балтиев түсіндіріп жатыр. Былай істейсің деп жатыр. Короче, 77-ші минутта Словения гол соғып кетті. Бізде Марат Быстров травма алып кетіп бара жатыр еді ғой, замен жасап үлгерген жоқ, ана гол салып жіберді. 2-1 есеп. 78-ші минут. 17-ші нөмірдегі ойыншы Жан Ипотник. Уже 10 minut qoldi. Ойынның негізгі уақытында 5 минут кесілді. Qanday moment bo'ldi? Ey, qalay teyapsan? Shatskiyda qalab turadi. 15-20 sekund. Давай. Oyun аяқталды, есеп 2-1. Ысқыры шалынды. Қосылған 5 минут уақыт өтіп кетті. Ойын аяқталды, есеп 2-1. Енді біз 26 күні Қазақстан Дания ойынына келетін боламыз. Сіздер каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Қай кезде ең қызық момент болды, соны айтып беріңіздер. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.